Амантұрдың Матина Жандосқызы, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің 1-ші курс студенті. Өзім түлеп шыққан Абай орта мектебінің барша ұстаздар қауымын келіп жеткен ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өсу мен өнуге бастасын. Сіздер жас ұрпақтың бойына, санасына сыналай беретін тәлім тәрбие үлгі-өнеге өлшеусіз. Ұстаздық еткен жалғыз үйретуден балам. Мен Анажан Бауыржанқызы, Абай орта мектебінің 2022 жылы түлеп шыққан жас түлегі, қазіргі таңда болашақ медициналық колледжінде білім алып жатырмын. Мен бұл жолдамамды ұстаздарға алғыс ретінде жолдағым келеді. Сіздердің арқаларыңызда осындай жетістікке жетуіміздің әрқайсымыздың өз еңбектеріңіз бар. Мен сіздерге ұстаздық жолда өз қызығы мен шыжығы бар ұстаздық жолында мол табыс, зор денсаулық тілеймін. Мерекелеріңіз Мен Абай атындағы орта мектебінің түлегі Музакелді Инабат. Қазіргі таңда Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің 1-ші курс студентімін. Құрметті менің 11 жыл бойы білімнің асыл нәрмен сусындатқан ұстаздарым, көп жылдар бойы сабырлы мінездеріңізбен, салиқалы да салмақты ақылдарыңызбен тәрбие бергендеріңіз үшін және де өмірден өз орнымды табуға қосқан үлестеріңіз үшін сіздерге айтар алғысым шексіз. Мектеп қабырғасынан әлдеқашан алыстап кетсем де, білім теңізінде жетелеген ұстаздарым мен балалық шағымның қызықты күндеріне куә болған Алтын ұя мектебіме деген үлкен сағынышпен сіздерді ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің менің шәкірттік жүрегімнен алар орындарыңыз тым үлкен. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Мен Әлімбек Айдын Біржанқызы, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті. Абай орта мектебінің барша ұстаз қауымын келіп жеткен ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қоғам мен адамзат алдындағы бар еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өрлеу мен өсу тілейміз.